Үшінші жұп ми нерві нервус окуломоториус, көз қимыл нерві. Аты айтып тұрғандай, нервус окуломоториус, яғни көзді қимылдатуға қатысатын нерв деген сөз. Дегенмен көзді қимылдатуға тек қана үшінші жұп ми нерв қана қатысады деп ойлау қате. Себебі көзді қимылдатуға әрі үшінші жұп ми нерв, оған қоса 4 және 6-шы жұп ми нервтерде қатысатын болады. Дегенмен көздегі жасалатын көптеген қимыл қозғалыстардың басым бөлігі именно осы нервус окуломоториус арқылы жасалатын болады. Қазір біз сіздермен нервус окуломоториустың ішкі құрылысына, оның жүретін жолына, нервус окуломоториусқа ақпарат қайдан келеді және нервус окуломоториустың атқаратын қызметтерін жеке-жеке қарастырып шығатын боламыз. Ең алдымен нуклеус окуломоториустың ішкі құрылысына тоқталатын боламыз. Нуклеус окуломоториус ми бағанынан ортаңғы ми деңгейінде шығатын болады. Сызбада қарайтын болсақ, бізде ортаңғы мидың кесіндісі көрсетілген. Сол кезде біз сызбада ортаңғы мидың алдыңғы вентральды бетін және дорсальды артқы бетін ажыратып қарауымызға болады. Және байқап отырғанымыздай, нуклеус нервус окуломоториус бізде ортаңғы мидың алдыңғы бетінен шығып отырғандығын байқаймыз. Нақтырақ айтар болсақ, оның аяқшаларын көріп тұрмыз, міне екі аяқша, және де осы екі аяқшаның арасында орналасқан шұңқырды байқаймыз. Дәл осы шұңқырдың деңгейінен бізде нервус окуломоториус шығатын болады. Ал енді осы нервус окуломоториустың ішкі құрылысына тереңірек тоқталайық. Достар, қазір видео жалғасады. Оған дейін сіздерге осы ақпаратты жеткізгім келіп отыр. Бізде жалпы осы және де басқа тараулар бойынша анатомиядан курстар бар. Ол курстарда әрбір жүйенің анатомиясын от, идо, егжей-тегжейлі қарастыратын боламыз. Сол курстарды алу арқылы өздеріңіздің білімдеріңізді тереңдетсеңіздер болады. Толығырақ ақпарат алу үшін описаниеде қалдырылған номерге хабарлассаңыздар болады. Ал қазір видео жалғасады, зейіндеріңіз ашылсын. Оның ішкі құрылысын көру үшін біз ортаңғы ми деңгейінде кесінді жасаймыз. Нақтырақ айтар болсақ, калликулус супериордың деңгейінде кесінді жасау керек. Сол кезде біз осы нервус окуломоториустың 3 түрлі ядросы бар екендігін көреміз. Міне 1, 2, 3. 3 түрлі ядроның ішінде екеуі жұп. Міне бірінші жұп, ал мынау екінші жұп, ал ең ортада орналасқан ядро ол бізде дара ядро болып табылады. Әрбір ядроға жеке-жеке тоқталып шығамыз. Ең шетте қызыл түспен көрсетілген ядролар, олар бізде қимыл ядролар болып табылады. Номенклатура бойынша олардың атауы нуклеус моториус нерви окуломоторий деп аталады. Қимыл ядролар, сондықтан да мен оларды қызыл түспен салдым. Дәл осы ядролардың болуына байланысты нервус окуломоториус көздің бұлшықеттерін қимыл қозғалысқа келтіретін болады. Келесі жұп ядролар, ортада орналасқан ядролар, олар бізде нуклеус акцессориус нерви окуломоторий деп аталады. Демек, көз қимыл нервінің қосымша ядролары деген сөз. Автор бойынша бұл ядроларды Якубович ядросы деп атаймыз, немесе кейбір әдебиеттерде Эдингер Вестфаль ядролары деп те көрсетіледі. Бұл ядроларды жасыл түске салдым, себебі бұл ядролар вегетативті ядролар. Вегетативті ядролар дегенімізде, олар қандай да бір біздің еркімізге бағынбайтын вегетативті функцияны атқарады деген сөз. Демек, ол қандай функциялар болуы мүмкін. Ең бірінші біз білеміз, бұл нервус окуломоториус бізде қарашық рефлексіне қатысатын болады. Қарашық рефлексі кезінде көзге жарық түскен кезде көз қарашығы кеңейіп тарылады, ал көзге жарық аз түскен кезде керісінше көз қарашығы кеңейеді. Осындай рефлекс бар еді. Одан бөлек аккомодацияның өзгеруіне жауап береді. Вегетативті ядролар. Ол аккомодацияның өзгеруі кезінде көз бұршағының формасын өзгерту арқылы аккомодацияны көз өзгертетін болады. Оған нақтырақ екінші жұп ми нерві нервус оптикусты қарастырған кезде нақты тоқталған боладымыз.